Достар сәлем, менің есімім Нұржаубай Ванель, мен сексолог тренер, бұл сыр білім парақшасы. Бүгін менде екінші бөлім, алдыңғы видеоға жалғасы, бұл күйеуімді қалай таңдадым, өз жарымды қалай таңдадым. Негізінде өте бір маңызды нәрсе, айта кетейін, бұл жар таңдау, өзіңе қандай жар керегін түсіну, бұл да бір өте маңызды нәрсе. Және де өте оңай нәрсе емес, себебі біз кейбіреулер мысалы жақсы семьяда өседі, там мамасы или папасы түсіндіреді, саған осындай керек. И қыз бала өзі жақсы түсінеді, маған мынандай келеді. Мен кезімде мен вообще соны көп ойламадым, шын айтсам. Менде постоянно бір оқу, жұмыс, ақша табу андайда, сондай бір өмір сондайға көп мән бергенмін. Яғни жанұя құру, отбасы құру, жар таңдау деген болмады менде. Құндылық ондай болмады да, и сол үшін күйеуге қандай маған күйеу керек деген андай бір болмағанда, бір нақты понятие болмаған, өкінішке орай, бірақ енді тағдыр дейміз да, әркімнің жолы әртүрлі. Менде осылай болды. Сол үшін уақыт кішкене алды менде, да, соны түсіну үшін маған қандай керек, анау мынау дегендей. Бұл да өте маңызды да, осындай бір түсінік болу керек жақсы. И қыздарға әрине кішкентай кезден бастап, кішкентай дегенде уже 18, да, уже ондай ой пайда болған кезде уже ақырындап түсіндіру керек. Мынандайға қара, мынандайға қара, саған мынандай жарасады, мынандай жараспайды, сен осындайсың. Потому что жақындары біледі, да, мінезін біледі, құндылықтарын біледі и кеңес те бере алады, да, кеңес. Да, өз жарымды қалай таңдадым. Вообще өте маңызды нәрсе, мен оны постоянно есімнен ешқашан алмаймын. Бұл мен күйеуімді умрадан сұрап алдым, алладан. Умраға кіші қажылыққа барғанмын, және де ниетім күйеуді сұрау болған. Шынымен де, себебі жұмыс альхамдулилля жақсы бәрі болды. Бәрі шүкір, да, то есть өмірімде бәрі жақсы, тек вот өз өзімнің жарымды таба алмадым, да, кездестірмедім. И дұға жасадым, алла тағала маған ең жақсысын, өзіме ең жақсысын жарымды да кездестір. И где-то екі апта или 3 аптада біз таныстық. Кезде әрине мен ойламаппын. Танысқанда сіз ойламайсың ғой, все, менің жарым деп. Но ұнап қалды да сразу. И уже там сәл-сәл сөйлесіп, мен уже білдім, что все, да, сол кісі деп. Так что дұға ең басты сол. Любой нәрсені сіз дұғадан бастап сұрайсыз. Алла тағала бәрін реттейді, және де сізге именно қайсысы жақсы Алла тағала өзі біледі. Және сіз өзіңіз сезесіз, да, бұл ең бірінші, бұл дұға, ниет, Алла тағала бәрін естиді, және де сіз оны шынымен де сезесіз. Егер де жүректе бір сомнение, анау мынау болса, уже сіз даже күйеуге шықпайсыз, ол шынымен де солай. Даже кейбір айтады, вот бұрында бір жігіт болған, бекер. Менің ойымша жоқ, себебі, значит, сол кезде бір сізде сомнение болды, значит, сіздің адамыңыз болмаған. Сол сияқты сезесіз, да? Бұл сол умраның дұғасы, мен деп ойлаймын, менің кейсім, менің өмірімде. Екінші нәрсе, былай айтайын енді, бұл уже мінезі, да? Әрине, себебі сіз күйеуге шыққанда, сіз дос ретінде, партнер ретінде, болашақ балаларының әкесі ретінде қарайсыз ғой, қыздар по-любому сөйтіп қарайды. Қандай екен, қандай әке болады екен, ата-аналарыма қалай қарайды екен, жұмыста, достармен қалай, бәрін қарайды, да, қалай метод. И осындай кезде мінезге қарайды, қалай өз-өзімен, вообще қалай адамдармен сөйлеседі, сондай да. И байқағаны, мен это чувство юмора, да, бұны күліп сөйлейді, бірдеме там айтады, то есть это же тоже бір интеллекттің белгісі, да, чувство юмора — это интеллект. И сол кезде это прям маған было прям сражение, типа вау, да, вообще күлетін маған, потому что күле алатын да адам керек болды бірге. Чувство юмора жақсы. Мен өзім там өскен семьяда постоянно чувство юмора, ха-ха, хи-хи деп өскен. То есть маған да бұл өзімнің жанұямда сондай болғанын қаладым, да. И шынымен де әлі күнге дейін ха-ха, хи-хи біз күліп жүреміз, да, түрлі нәрселерге күлдіреді, анау мынау, в общем, қызық. Басты факторлардың бірі бұл сол маған қатты ұнады, мен соған қалай әсер етті. Келесі бұл әрине діни құндылық, себебі қазіргі таңда өте көп түрлі ағыстар бар, және де қай мазхаб ұстанады, ханафи ма, да, кімді тыңдайды, кімнің арасында жүреді, соның бәрін мен қарадым. Және де күйеуге шыққан кезде
папалға айтқан, папам да сұрады қай мазхаб ұстанады да, то есть өте маңызды. Ханафи мазхабы екеуміз ұстанамыз, все жақсы да, тыңдайтын имамдар бәрі бізде бірдей. Сол жеңіл да, то есть вообще уже полдела, жарты мәселе жоқ да, уже шешілді діни тұрғыда. То есть ешқандай ағыс емес, ешқандай басқа да мазхаб емес, то есть маған да жеңіл болады, оған да жеңіл болады. Келесі бұл ортақ достар, мүлдем танымайтын кісі болмаған, арамызда білетін адамдар болған, танитын, сол да үлкен фактор. Себебі мүлдем білмейтін адам болса, тоже білмейсің қандай ортада өсті, да, то есть тоже сұрақтар көп. Әрине көбісі сөйтіп үйленеді, бірақ менің кейсімде мен білдім, мынаны кісі біледі, мынаны біледі, мынамен жақсы да араласады, и уже жақсы бір менде образ болғанды. Бұл келесі фактор, то есть таныған, и әрине уже әйел болған соң бұл ақша табуы, көзқарасы да өте маңызды. Себебі біз там 20-дағы адамдар емеспіз. Мен уже жұмыс жасаватырмын, ол жұмыс жасаған, қалай ақша табады, қалай көзқарасы қалай, ақшаны санап отыра ма, жадный, не жадный дегенге қатты қарадым. Потому что, жадныйларды ешқандай әйел жақсы көрмейді, менің ойымша. Бәрібір еркек адам щедрый болған жақсы, санап, әрине ақша санайтын, құнын білетін, бірақ өз сүйікті әйеліне, семьясына да беретін кісі жақсы да. Исламда да солай. Соған да қарадым, и тоже прям мен үшін бинго болды, прям өте жақсы. Өзімді өте комфортно сезіндім, и ол да үлкен фактор тоже таңдауыма сол әсер етті да. Осындай бірнеше әсер етті. Менің ойымша, әрине, әр әйел көбісі соған қарайды, и это нормально, абсолютно. Может быть, кейбір әйелде тағы да қосымша таңдау факторлар бар шығар, біреуде мүмкін вообще болмаған ешқандай. Но менің жеке өмірімде, менің жасыма қарап, менің тәжірибеме қарап, көзқарасыма қарап, қандай ортада жүргеніме, маған осындай факторлар әсер етті. Көбісі айтады ғой, сен жар таңдағанда саған ұнау керек, да? Бұл әрине, да, то есть это даже не обсуждается. Сізге, жарыңыз сізге ұнау керек. Там келбеті, фигурасы, иісі, это все как бы само собой, да, потому что сіз күнде бірге тұрсаңыз, сізге оның иісі ұнамаса, қалай да? То есть семья болу, бірге тұру, менің ойымша, бұл рахат жері болу керек. Жүрек тынышталатын. Мен күйге шықтым, шынымен де жүрегім тынышталды. Әрине, там декрет, анау-мынау, но это фигня. Жалпы, әрине, өмірім тынышталды, альхамдулилля, да, бәрі там орынға келді. Сондай рахаттануы, бұл сіздің күйеуіңіз сізге ұнайтыны, иісі ұнайтыны, келбеті, фигурасы, күлгені, да, сөйлегені, барлығы ұнаса. Осындай, да, сізге ұнау керек. Такой вот прям ескетіп деген. Енді ескететін, наверное, менің ойымша, бұл влюбленность, бұл, может быть, сәл 20 жаста мүмкін, не знаю. Уже 40-қа жақындаған соң, онша прям бас кететін нәрсе болмайды. Көбінесе уже ойлайсың, уже такой расчет, уже қарайсың, плюс-минусын бәрін, да. Но әрине қатты ұнаса адам, уже барлық, уже сіз истихара намазын оқысаңыз, дұға жасасаңыз, уже жасыл свет болса, уже баса бересіз, да? Вот, солай. Вот, осындай видео сізге қызық болды деп мен ойлаймын. Лайк басыңыздар, коммент қалдырыңыз, осындай жеке тақырыптар сізге қызық болса, мен көбірек бөлісейін. Давайте, көріскенше.